Араб тілі басты тіл, парсы тілі тәтті тіл, түріктің тілі өнерлі тіл, шұрайлы тіл, құнарлы тіл. Сол түрк тілінің ішіндегі ең таза сақталғаны, ең шұрайлысы, ең құндысы қазақтың тілі. Қазақтың байтақ даласына тұлпар шақта тұяғын қалатын, сұңқар ұшта қанаты талатын, мына байтақ даланың қай бір ұшына барсаңыз да қазақша сөйлей аласыз, бірін-біріңізді ұғып түсінесіз. Ең өзгенің көңіліне келсе, алақандай Әзірбайжанның бір шеті мен екінші шетіне барғанда, олардың ұғып айырмашылықтар бар, диалектісі бар. Ал қазақтың сөзінің тазалығы да, құнарлығы да, міне сонда байлығы да сонда. Сөнеген қазақ сөзге тоқтаған. Дәл басқа ұлттарда мен ондайды салыстырмалы түрде айтқанда байқамаймын. Қазақ сөзге тоқтаған, сөздің қадірін, қасиетін білген. Сондықтан айтамын, тұрмысынан таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет, жеті атасын жетік білетін, қаны да, жаны да таза қазақ деп айтамын. Оны кім қалай ұқсын, ең күлім үшін емес, елім үшін халқымды сол дәрежеде дәріптеп айта білуім керек деймін де. Бәрін айт та бірін айт, коллективтің жырын айт дегенде, мемлекеттің тілі, қазақтың тілі болғаннан кейін сол тілді ұрпағымыз да бәріміз меңгерейік те өзгеге үлгі болайық.